киелі кеңістік хабары микрофон алдында Дилбар Ерсайынқызы, теолог Нұрлан Байжігітұлы. Нұрлан аға, бүгін біз әдемі қазақтың жанына жақын ат қою әдебі деген тақырыпты талқылап отырмыз, және келіп жатқан сұрақтар өте көп. Келесі сұрақ: әкесі намаз оқымайды, бірақ өзінің баласына азан шақырып ат қоя ала ма деген. Намаз оқымаған адам азан шақыра ала ма? Әлбетте шақыра алады. Намаз оқымаған адам ораза ұстай ала ма? Ұстай алады. Намаз оқымаған адам садақа бере ала ма? Бере алады. Тура сол сияқты намаз оқымайтын адам азан айта алады. Азанды білсе, жақсы жаттап алса, егер білмесе, онда қағазға қарап отырып, кітапқа қарап отырып, алдынан немесе үлкен жаңа принтермен шығарып, алдына қойып, бүйтіп көзінің қырымен қарап отырып, баланы көтеріп отырып айтса, бала береді, жақсы болады. Сол үшін айтам ғой, әр дайым әйел кісілер ер адамға серпін, яғни мотивация беру арқылы сен айт азанды деп әкесіне айтқызу керек. Неге? Әкесі жауапкер болсын да балаға. Мен осыны туғыздым, осыны туғызған сенсің, сен жауапкерсің осыған. Біз ештеңе емес, сен аман бол, осыны өсіретін сенсің, әке керек бізге десе, анау да мұрнына таңқайып мәзбі болып, ойбай, мен өз бір үлкен адам екенмін ғой деп, сөйтіп соған жауапкершілік әкесіне айтқызу керек. Әкесіне айтса, енді бір құдай жолдағы мешіттегі молда ма білмеймін, үлкен қарияға батасын берсін. Өз әкесіне, әкесі азан айтсын да, атасы батасын берсін. Мысалы, батасын атасы берсін. Біз ата сыйлаған елміз ғой. Сондықтан атасын батасы дайындалып, сөйерде батасын беріп, сөйтіп болашағына береке тілесе, өте ғажап дұрыс дүние. Тамаша. Келесі сұрақ: сәлеметсіз бе? Баламның есімі Мұхаммед. Күнделікті солай атаймыз. Оған басқа атпен еркелетіп шақыру үшін ат қояйық па? Жаңа айттым ғой, Ибрахим пайғамбарымыздың аты қойылған балаға Абай деп еркелетіп қойған. Ибо деп қысқартуға болмайды, Мұхаммед деп қойғаннан кейін Мұха деп қысқартуға болмайды. Сондықтан шама келгенше сонда еркелетіп жақсы аттарды қойып қойыңыздар, сол атпен атай беріңіздер. Құжатында тұра берсін, жаңағы бәленше болып, атаған атпен тұра берсін, ода тұрған ештеңе жоқ. Ал сол үшін біздің қазақ халқында Мұхаммеджан деп сондай бір еркелету аттарды қояды. Бай деген қосқан, сондықтан болады жақсы ат. Енді нәрестесі жақында дүниеге келеді деп армандап, күтіп жүрген жас жұбайлар болсын, ата-ана болсын, қазір бізді тыңдап келе жатса, баланың есімін қалай қоямын деп, осы жандарға қандай кеңес берер едіңіз? Не нәрсеге көбірек мән беру керек? Жалпы мынандай дүние бар, ғалымдардың тәжірибесінен қалған, егер көп уақытта адам перзент сүймесе дейді, Алла менен келісім шартқа отырғанда, Құдайым, Мұхаммед пайғамбардың дәрежесі үшін, мысалы Ибрахим пайғамбардың дәрежесі үшін, Мұса пайғамбардың пайғамбарлық дәрежесі үшін, мен перзент сүйсем атын Мұхаммед яки Мұса деп қоям пайғамбардың құрметіне, маған ұрпақ берші деп сұрауға болады деп айтылады. Сондай дұға қылуға болады. Оған сол бала дүниеге келсе сол атты қою керек дейді. Бұл жақсы нәрсе. Сондықтан туылмаған балаға ат таңдауға бола ма? Болады. Жаңа айтып кеттік, болады. Жақсы аттарды қоямын деп сол кезде қарап, үлкен ғұламалардың, бабаларымыздың атын қойып. Бірақ қазақ салтында білесіздер, үлкен аталардың атын қоймайды бізде. Себебі келін оны атауға тура келеді. Сонда үйде жүрген, мысалы, әкесі, яки болмаса келіннің үлкен атасы, үйде отырғанда оның үлкен атасының атын айтып, келін шауып жүгіріп жүрсе, балаға айғайлап ұрсатын. Бала болғанда білесе бүлдіреді, сындырады, білесе дейді. Сол кезде ой, оңбаған бәленше Оспан деп ұрысып жүрсе, ана атасының жүрегіне тиеді да, менің атама тіл тигізіп жатыр деп. Сондықтан келінге жаңағыдай болмасын деп еркелету аттар қояды балаға. Ат қойған, бірақ ат қойса да, кейде қоймаған дұрыс, бірақ қойса да десе де, жаңағы еркелету аттарды, кличка дейміз, түсінікті болсын, сонда лақап ат қойса жақсы болады. Келесі сұрақ: сәлеметсіз бе? Туған бауырлар, ағасы мен қарындасы, екеуінің де балаларының есімі бірдей болуға бола ма дейді. Қазақта да, дінде де бұл қолданыста бар ма? Бар. Егізден қояды. Егіз болатын болса, жаңағы Асан Үсейін деп қойған сияқты, Фатима Зухра деп қойған сияқты, Еңлік Кебек деген жақсы бір аттарды бізде ырымдап балаға қойылады. Ұл болса, ұлдың, қыз болса, қыздың. Бұл екеуі үйленген болса, енді мына екі бауыр қалай болып қалады деген сөз бар ғой. Мысалы айтайық, жаңағы ертөстік пен кенжекей тұрмыс құрған болса, мәселен айтайық, ол егіз болып ұл мен қыз туылса, қалай бұл екеуі үйленіп қала ма деген жоқ. Атты қоя беруге болады. Жаңағы екі бауырдың балаларының аттары ұқсас болса да жақсы. Бізде бірдей деп жазып ештеңе етпейді. Бізде анау мынадайда елдің бәрі мынадайға құмар. Көп адам елде жоқ ат қойғысы келеді.
адам естімеген, ел естімеген, кәдімгі анадан бір әріп алады, мынадан нағаштар бір әрібін қосады, сөйтіп сол әріптерден құрап отырып, ең қызығы ол емес, ең қызығы соның переводының мағынасын өздері де білмейді, содан кейін молдан жынды қылады. Мына не мағына береді? Анау чат GPT ол есауат оны таппай. Ол мынандай болуы мүмкін, наверное, мындай болуы мүмкін. Сондықтан ол басын қатырмай, елдегі бар атты қоя беру керек. Жақсы ат деген ол қандай есім? Жақсы ат деп менің түсінігімде ұлылардың, үлкендердің, дана тұлғалардың, тарихта ізі қалғандардың, бабаларымыздың аты деп түсінемін. Және мәні мағынасы бар аты, иә? Енді мағынасы аттарды қоймаған ғой бабаларымыз. Сондықтан мағыналы аттарды қойса жақсы. Тағы бір сұрақ келіпті, енді дәл біздің тақырыпқа байланысты емес. Балам 4 жаста, сүндеттелгенге дейін айдарын кесуге ұмытып кетіппіз дейді. Енді баламыз мектепке барады, қандай ережемен кесуіміз қажет? Мынау осы айдар шашты мектепке барғанша, мектептен бұрын қазіргі мына егер балабақшаға баратын болса, сол жерде алуға шақырған балалар еді. Неге? Өйткені бала бәрібір өзгешелік болса, басқа балалар олар түсінбейді. Мысалы, шашы болатын болса, қыздардың шашы сияқтанан мазақтап, балаға бір жүрегіне травма дейміз, сол бір жарақат түседі да. Сондықтан ол бала ол сияқты. Керек десеңіз, мен былай деп айтайын, балалардың өзі сүндеттелген, сүндеттелмеген болып бөлініп жатады мектептің өзінде. Тіпті балабақшаның өзінде. Егер сондай нәрсенің өзі балаға травма беретін болса, оны шашы ол көрінбей тұрған нәрсенің өзі. Көрінген нәрсенің өзі қандай әсер береді? Сондықтан шашын алу керек, не ғылым ертерек, бір жақсы бір адамға апарып, мешіттегі имам ұстаздарымыз, аталарымыз дұғасын оқып, балаға өміріне береке тілеп, алып қояды, жақсы болады. Сәлеметсіз бе, жолдасым түріктің спортшысының есімін бергісі келеді. Қызына дейді, бірақ әлі сәби дүниеге келген жоқ. Мен қарсымын. Не айтасыз? Негізі атты кім қою керек? Осыдан бастайықшы. Ат қою құқығы кімге түседі? Есім беру құқығы көбінесе ер адамға беріледі. Ер адам қойғаны жақсы, әйел адам ерін құрметтеп. Бірақ қазір заман басқаша болып тұр, мен өзім тудым, өзім білем деген әйел болатын болса, еркекпен жағаласып отырып, бір ат таңдаймыз деп отырып, тоқтай алмай бір рәсімге немесе семьяны бұзып алмау керек. Шаңырақты шайқалып алу керек. Өзі қазір өткенде бір әйел мен күйеуі ерегісе беріп, екеуі мен алдымда тұрып, соны айтып едім еркекке, сен өзі 7 рет өлше дедің. Бірақ әйелің айтқан жерде кесе бер бәрібір дедің. Сол сияқты сен таңдай бер. Бірақ әйелің мен таңдайым деді, бірақ түбі жеме-жемген кезде әйеліңнің айтқанын қоя сал, сол жақсы болады. Ұрыстан алыс боласың, құлағың тыныш болады. Мен еркекпін де, сен басқа жақта еркек болмасайшы өзі. Ат қойған жерде емес, басқа жерде еркек бола бер өзі. Сөзіңді өткіз, асыра, тіл көтерме, жаңағы жаман сөз айтпа, дұғашы бол, асыра, киіндір, бақ, міне әке болатын жерлер. Оны атты мен қоятын едім деп, тап ұл сөздің есі жоқ, бір тиын пайдаң жоқ, тек қана атқа келген кезде өзі еркек екенесін түсініп қалатындар бар да, мен еркекпін деп. Жоқ, қойыңыз, кей кезде үндемей қойған дұрыс болады. Нұрлан аға, сәлеметсіз бе? 2 жыл бұрын дейді, жолдасыма аян берілді, әулие бабадан дейді, екі ұлыңды Ғазиз деп атайсың деп. Мен енді көтердім, Алла қаласа ұл деп жатыр. Аянмен берілген атты қою шарт па? Қойған дұрыс. Біздің қазақ халқы, мен сөзімді осыдан бастадым. Өзім мен бұл туралы мақалада жазғам, ғаламторда бар. Атың өзгермесін деп кезінде Егемен Қазақстан-сында біраз еліміздің баспалары ол шыққан. Ол атың өзгермесін деп есім. Сондықтан біз қазақ халқы бір аян көріп барып ат қоямыз. Бұл өте дұрыс нәрсе. Мен сізге айтайын, бұл баланың көңілі, ата-ананың көңілі, жақсы. Тек қана аян берілді деген есім сәл бір ыңғайсыздау ат болмаса, қалған бабаларымыздың атын қою керек. Мысалы, кей кезде баланың азан шақырылып қойған атына қарағанда лақап аты алға шығып кеткен аттар бар. Мысалы, Ерасыл деп қойылған балаға біз білеміз, Қабанбай атамыз аты шығып кеткен, сол Қабанбай деген аты. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның да Абу Хурайра деген сахабасы мысықтың әкелері, мысықтың әкесі деген аты ие болса да, осымен танылады, кітаптарда солай жазылады аты, бірақ ол кісінің аты негізі олай болмаған. Яғни тура сол сияқты танылып кеткен аттар алға басып кетсе, ода тұрған ештеңе жоқ. Енді осы жерде бір мәселе. Құран оқығанда, дұға қылғанда қай атымен шығарамыз деп таласамыз да жатамыз, таласам, біреу айтады тек қана мынамен шығарып, біреу сол бір бұл кітапта бар, өз аты болған дұрыс. Енді дұрыс деп айтылады. Бірақ қатып қалған қағида емес. Әулет ұрысып, мысалы айтайық, бір-бірімен жанжалдасып, мысалы Қасымнан туылады, бірақ оны сұлтан бағады.
енді осы жерде сұлтан бағып баққан әкеме туған әкеме дегендей осы жерде дау болады. Енді ол адам дүниеден өтсе қайсысы әкесін айтамыз деп бізді жартысы мына атымен айтады, жартысы мына атымен. Екеуін де қосып айта беріңдерші. Қасым мен сұлтанның баласы десең не? Перселі шатысып кетем ғой дүниеде. Шатысып кетті, мынау қайда кетті, мынау қай жақтың адамы еді деп бір-бірімен жаңылысып қалмай, сондықтан екі атты да айта бер. Дау болмасын. Екеуінің де көңілі тоқ болады. Қазақ айтпақша сенікі де дұрыс, сенікі де дұрыс. Сондықтан екеуінің атын айта беру керек. Болды. Ол бір таласатын, дау туғызатын, ерегіс туғызатын нәрсе емес. Қайта біз ымыра бірлікке алып келуге тырысуымыз керек. Жаңағы мысалы әйелі мен күйеуі қырылысып жатса, сен атың, мен атым деп, әйелі өзі қалған кезде Марат деп айта берсін, анау жаңағы Ғазиз деп айта берсін. Болды, екеуі қиятады, жарай береді. Енді документке не дейсің, документке вообще басқа деп жазып қойып, үш аты басына алайық десе. Бір сұрақ, сәлеметсіз бе? Жүкті кезімде ұл болса Мұхаммед деп қоямын деп жүрдім. Аллаға солай уәде бергендей сезіндім өзімді. Бірақ күйеуім Арслан деп қойды. Күйеуім қойғысы келмеді. 2 қыздан кейін 3-ші ұлым, қазір 4-шісіне аяғым ауыр дейді. Мына сұрақ түсініксіздеу сияқты. Түсіндіңіз бе? Мен ештеңе түсінген жоқпын. Тойландық тағы жазып жатыр. Күндізгі ұйқыда аян сияқты ма, бірақ мән бермедім. Хан Сұлтан деген аузыма түсті. Әртүрлі ат ойлап, содан қойып деп мән бермедім. Нақты ат еске түскен белгілі. Мына аян мен аян еместің ажыратып берейінші осы жерде. Аян көрдім дейтіндер. Аян кәдімгі рахмани, Құдайдан көрген түстің бір белгісі, түс анық болады. Кәдімгі сөйлесіп отырғандай көресіз. Одан кейін бар, біз осы түс туралы бағдарлама жүргізейікші. Ой, тыңдарман көп болады. Нақты көресіз. Одан кейін нақты сөйлесесіз. Нақтылық кәдімгі тірі сияқты сөзінесіз. Одан кейін мына ат қою аян, осыдан шығып отырған. Аянат па, аянат емес па? Нақты айтылады. Бұл ұлды боласың, ұлдың атын бәленше деп қоясың. Келесі шарты сол ат оған қарсы болмау керек. Сол ат жүрекке жылылық алып келу керек. Міне, ережелер. Осы нәрселер келген кезде бағанағы аянатты қою керек. Тіпті аянат деп тіпті қоятыны сол ғой. Өзі қазақта аянатпен қойылған жақсы болады. Келесі сұрақты көрейік. Нағашылар ат қоя ала ма дейді. Болады, неге болмайды. Бірақ ол үшін бірінші мына жағы қойып алу керек деп есептеймін. Ертең күні біз көреміз деп келін өз туысқандарына қойса, мына жақта туысқандар жеңгелер шығып, біз сонда адам емеспіз бе, бізді табалады ма, бізді басынып тұр ма, жаман үйдің қонағы билейді деп мақал шөкпе дейміз бізде, мақалдар шығып тұр түрімен. Сөйтіп келінді жексұрын қып, қара бет қып, бұл өзі төйлі билеп төстеп жатыр. Деп мына жақтан біреу шығып дуалап алған ғой мүмкін деп сондай сөздерге көбейтпес үшін өзі нағашылар өзі нағашы жұрт болып сыйлы болған жақсырақ болады. Жоқ, егер десе де екі тарап келісіп бірінші сіз қойыңыз, біз қоямыз десе, қанекей болады. Сәлеметсіз бе, жасым 40-қа таяп қалды, бірақ маған берілген есім орыс ұлтының есімі дейді. Өзіме ұнамайды. Марқұм атамыз осылай деп қойғысы келген екен. Қазір ауыстыруыма бола ма? Жоқ, керек жоқ. Орыс ұлтынан да ұлы тұлғалар шыққан, орыс ұлтынан да мұсылмандар көп. Сондықтан атыңызды енді жасың келгенде атыңды енді түстен кейін кіріп жатудың керек жоқ. Атыңызбен сол атпен орыс ұлтымен біздің қазаққа еңбек еткен көп суретшілер бар, әншілер бар, дана ғұламалар бар. Керек десеңіз қазақи ат қойып алып, ұлтқа не пайдасы жоқ, не елге пайдасы жоқ, бұл ел мен ұлтты қойшы, өз отбасына пайдасы жоқ адам толып отыр. Бірақ аттары қазақи, аттары күшті. Аттарының көкесін қойған аттарының. Ондай ат сізбен бізде жоқ. Бірақ не пайдасы жоқ, қайта қоғамға зиян алып келіп, біраз абақтыда жатыр, арабша ат қойғандардың. Не пайдасы бар оның? Сондықтан тағы да айтам, атымен емес, баламыздың затына қарай мән берейік. Рахмет. Қымбатты тыңдаушы, енді Нұрлан аға, қаншама сұрақтар келіп түсіп жатыр, біразына жауап бергендей болдық. Осы бүгінгі тақырыпты қорытындылайық. Жақсы, ат бұл әкенің бойындағы міндет. Баланың есімі бұл өмір бойы жалғасатын оның белгісі. Ат ол дүниеден өтіп кеткеннен кейін үздіксіз сіз ұмытылмайынша Құран оқылып бата бағышталатын есім. Ат ол ұрпақтан ұрпаққа жазылатын, кітапқа түсетін бір белгі. Ат қияметтің күні сол атпен шақырылатын ұлы есім. Есіміңіз атыңа затың сай болсын деп ат қойғым осы қорытындылағым келетін еді.
сіздің атыңыз ұлылардың аты қойылған болса, соған сайкес болыңыз, соған сай болыңыз, соған лайықты болыңыз, талпыныңыз, ұмтылыңыз, проблемалар шешіледі, жаман күн кетеді, жақсы күн келеді. Сіздің атыңыз сізді тәрбиелеуге мотивация болсын. Сол кісілердің өмірін алға қойыңыз. Сол кісі қалай жасаған болар еді, сол кісі қандай сөз айтқан еді осы сәтте деп өмірді өзгертуге шақырам. Ал енді атын өзгерткісі келген адамдар, атынан ұялып жүренгендер, ұялмаңыз, ұялмаңыз. Қабанбай деген, Қабан деген аттан ұялмаған бабаңыз қазақтың төріне шыққан есім болды. Қазақтың басқа да аттары көп, Жалаңтөс, басқа да аттарымыз бар. Бірақ сол аттарымен тарихта таңба болып, өмір бойы жақсы ізі қалды. Сіздің ат, біздің атымыз күшті болды, бірақ затымыз әлі соған ілесіп үлгере алмай жатыр. Сондықтан балаларыңыздың атына қарай затына мән берейік. Енді атын өзгертетіндер, жаңа енді осы жерге осыған сәйкес келетін күйеудің фамилиясын алу. Жалпы дінде жоқ бұл нәрсе, қажет емес деп айтамыз. Егер өтіп қойған болса, әйел адам ерінің фамилиясына тегіне, оны қайтадан барып өзгертіп, одан өзгеріп қойғандар жоқ, болмайды екен, қайтада өзгертіп, өмір соның алдында өтіп кетпесін. Сондықтан сіз атыңызбен емес, тағы да айтамыз, атыңызбен өмір сүріңіз, балаларыңызға жақсы айтыңыз. Одан кейін ұялмаңыздар аттарыңыздан. Ұялатын нәрсе емес. Ол атынан ұялу күлкілі, мазақ болған ат емес. Сіздің бабаларымыз мазақ аттар қоймаған. Мүмкін сәл құлағыңызға тұрпай естіліп қалуы мүмкін, бірақ оның түбінде сізге деген махаббат жатыр, ұлтқа деген құрмет жатыр. Осылай түсініңіз. Мысалы айтайық, Лан деген есімді түсінбейді біздің кейбір. Мен де есіммен Нұрлан дегенде, Лан деген мысалы айтайық, ұланға апарып тіредік біз. Біреу айтты, Лан деген жаңағы лаң шабып, елдің ішіне бүйтіп тұрып, атойлап шапқан адам деп. Соны оны арабшаға аударсаң, лән деген сөз мағына дұрыс болмай қалады. Соны өзгертеміз деп арабтарды айтқан бізге, маған. Сен түсінбейсің, ол нұрыңды шаш деген мағына деп сөйтіп айтып түсіндірген. Сондықтан әр ұлт өзінің атымен қалу керек. Арабша аттарға құмар болудың аса қажеті жоқ. Өз атымызбен, затымызбен ұлтымызға қызмет етейік. Десе де ат қойып қойған болса, сол атқа сай баланың тәрбиесіне мән беріңіздер. Аттарыңыз менен заттарыңыз алға бассын. Қымбатты тыңдаушы, бұл киелі кеңістік хабары, әр шаңыраққа құт береке тілейміз. Алла аман болыңыздар. Жұма қабыл болсын. Біз енді жұма намазымыз бар.